Дүниедегі барлық адамдар сені жек көріп, сені жамандайды. Бірақ сенде сансыз байлық пен әлемді басқару қабілетің болса, оны қазіргі өміріңе айырбастауға дайынсың ба? Барлығы айтып жүргендей, Америка Құрама Штаттары дүние жүзіндегі активтерді құнсыздандыру үшін пайыздық мөлшерлемелерді көтереді. Содан кейін басқа елдердің құнсызданған активтерін жинау үшін өзінің ақш долларын пайдаланады. Осылайша әлемді жаппай бақылауға алады және бүкіл дүние жүзіндегі адамдар американдықтар үшін жұмыс істейтін болады. Барлығы американдықтарды қаншалықты зұлым адамдар деп сөгіп жатады. Бірақ көп адамдар білмейтіні, шын мәнінде американдықтардың ақшасы өздерінің қолында емес, еврейлердің қалтасында еді. Конгресстен Ақ үйге дейін, Уолл-стриттен Голливудқа, Гуглдан Ораклға дейін негізгі американдық қоғамның пирамидасының жоғарғы жағында еврейлердің көлеңкесін көп жерден таба аласыз. Бұл ең күшті еврейлер әлемдегі жағдайға әсер ету үшін сахнаның артында жиналып басқарып тұр. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Сонымен ең бай, ең қуатты және ең күшті адамдар неліктен еврейлер? Бұл еврей гендері ақылды дегенді білдіре ме? Сонда еврей болып туылу арқылы ғана бай бола ала ма? Шындығында олай емес. Бұрынғы адамдар еврейлерді айтқанда, олардың алғашқы әсері олар өте кедей болған. Олардың өз елі жоқ және тек қаңғырып жүреді. Демек, олар бізбен ұқсамайды. Сіздің ақшаңыздың көп аздығы өміріңіздің сапасына ғана әсер етеді. Солай емес пе? Ақшаң болса, жомарт боламыз, ақшаң жоқ болса, аздап мұңаямыз. Бірақ еврейлер басқаша. Топ-тобымен қаңғып жүрген еврейлерді жергілікті тұрғындар жиі тиіседі, және оларда әлеуметтік кепілдік жоқ. Егер олардың ақшасы болмағанда, олар тұқымымен жойылуы мүмкін. Еврейлер жойылып кету қаупін бастан өткерді. Сондықтан олар дүниеге келген сәттен бастап барлық алған білімдері тек ақша табу үшін ғана болды. Ал біз ше? Балалық шақтан колледжді бітіргенге дейін біз қалай ақша табу керектігін әлі білмейміз. Бізге мектептегі мұғалімін қалай ақша табуды үйретті ме? Бірақ біз бұл мұғалімдерді 20 жылдан астам уақыт қолдап өтеміз. Бірақ бұл маңызды емес. Мен өзімнің еврейлерден айырмашылығымды білгенде, бұл мүмкін емес деп ойладым. Мен еврейлер бізден ақылды болып туылады дегенге сенбедім. Олардың ақша табудың кейбір құпиялары бар деп ойладым. Шынымен олардың құпиясы, бай болу үшін Талмуд деп аталатын кітаптан білімдерді алады екен. Жақсы. Жаңа айтқанымдай, бұрын еврейлер жер-жерде қаңғырып жүретін еді. Қанша бай болса да, жерге иелік ете алмайды. Билеушілер үшін, олардың сарайлары, сәнді өмір салты, басқа елдермен соғысса да, оларға еврейлер мол ақшамен қамтамасыз ету керек. Ал еврейлер олардың ақша дорбалары сияқты болды. Керек кезде оларға келіп күшпен ақша алып кетеді. Бермесең қуып жібереді, тіпті қырып та салады. Сондықтан еврейлер барлық байлықты күшпен тартып алуға болатынын, бірақ ешкімде мидағы білімді ешқашан тартып ала алмайтынын ерте түсінді. Бүгін мені өлтіріп, миымды қазып алсаң да, миымдағы білімді тартып ала алмайсың. Біздің заманымызға дейінгі 70-ші жылы еврейлерді римдіктер қырып сала жаздады. Сол кезде еврейдің құрметті бабасы Рим әскерінің қолбасшысына өміріне қарамастан жеке өзі барып, соғыста жеңіске жеткенімен алдын ала құттықтайды. Бас қолбасшы қатты қуанды, сосын еврей бабасынан оның қандай тілегі бар екенін сұрады. Бұл баба қала қираған кезде еврейлерге мектеп қалдыруды және оның ешқашан жойылмауын өтінді. Рим қолбасшысы келісті. Кейінірек ол қаланы басып алып, император болғаннан кейін, оның сарбаздарға берген бұйрығының бірі еврейлерге арналған бір мектеп қалдыру болды. Яһудилердің білімі мен құпиялары осылайша сақталады, және оларда осындай тарих болғандықтан, әрбір еврейдің қанында кітап құмарлық бар. Олардың ата-бабалары Талмудта мұндай бір тәртіпті орнатты. Сіздің өміріңіз қиын болса, және өміріңізді сақтау үшін заттарыңызды сатуға тура келсе, алдымен алтыныңызды, асыл тастарыңызды, үйлеріңізді және жеріңізді сатуыңыз керек. Тек соңғы минутта, басқа амалыңыз болмағанда ғана, кітаптарыңызды сатуыңызға болады. Олар әр адамның алатын білімі өз аймағымен, ресурстарымен, уақыт қатарлармен шектелетінін түсінеді. Сондықтан біз басқалардан тәжірибе мен білімді ғана қабылдай аламыз. Кітап тәжірибе мен білім қоймасы. Кім бір салада нәтижеге қол жеткізген болса, өмір бойы ізденістерінің барлық мәнін кітапқа түсіруге мүмкіндігі бар. Оның өмірлік білімін сатып алу үшін бізге өте аз ақша жұмсаланады. Сондықтан мен сізге айтамын, бұл әлемдегі ең жоғары табысы бар инвестиция, бұл өз біліміңізге салу. Ал ең арзан инвестиция ол кітап оқу. Олардың фанатизмі, кітапқа табынуы діни деңгейге жетті. Олар үшін кітап барлық даналық пен байлықтың бастауы.
Тіпті егер біреу қайтыс болса, табытқа бірнеше кітапты бірге қою керек. Ол кітаптар олардың өлі денесімен бірге жүруі керек деген қағида бар. Оқуда шек жоқ, өлсең де жаның жалғасты үйрене береді деген сөз. Еврейлер үшін бұл университеті бітіргеннен кейін өмір бойы кітап оқуды тоқтатуға болады дегенді білдірмейді. Оқу бұл диплом алу үшін емес. Олар үшін керек болса университетке немесе тіпті бастауыш мектепке де барудың қажеті жоқ. Бірақ олар сөзсіз түрде бизнес жасауға және ақша табуға көмектесетін кітаптарды оқуы керек. Иә, егер сіз бүгін физика сабағына баратын болсаңыз, оны болашақта жұмыс табуға және физик болуға көмектесетін диплом үшін оқып жатқан боларсыз. Бірақ егер еврей физиканы оқыса, оның мақсаты әлемді өзгертетін технологияны ойлап табып, бүкіл әлемдегі адамдармен бизнес жүргізу үшін физика білімін оқиды. Түсіндіңіз бе? Неліктен Facebook'тың басшысы Марк Цукерберг, мұнай магнаты Рокфеллер және Билл Гейтс сияқты еврей кәсіпкерлері тіпті оқуын бітірмей-ақ оқуын тастап, өз бизнестерін бастайды? Бұл олар оқуды пайдасыз деп санағандықтан емес, керісінше, олардың оқудағы мақсаты кәсіп ашу. Оқыған кітаптары кәсіп ашуға мүмкіндік табу үшін жеткілікті болған кезде, олар бір жағынан кәсіп ашып, бір жағынан бизнеске пайдалы кітаптарды оқи береді. Олар тек университет ортасында оқумен шектелмейді. Біз үшін білімді дегенді сол ғалымдарды, дәрігерлер қатарлыларды сипаттайды. Онымен біз бизнесмендерді сипаттау мүлдем мүмкін емес. Бірақ бұл дүниеде сіз өз білгеніңізден артық ақша таба алмайсыз. Басқаша айтқанда, кейбір адамдар Ньютон университетінде оқиды, бірақ соңында олар бізден аз ақша табуы мүмкін. Білім ақшаға тура пропорционал емес. Тек даналық қана ақшаға тура пропорционал болады. Біз кітаптан көптеген білімдерді аламыз, бірақ шын мәнінде білімді ақшаға айналдыратын нәрсе ол даналық. Еврей бизнесмендер үшін ақша табу өте оңай, себебі олар секунд сайын ақша табуды ойлайтындықтан, олардан ақша табудың даналығы туады. Егер сіз секунд сайын физиканы зерттесеңіз, сізде де физикалық дана туады. Бірақ көптеген адамдар ақша табу туралы ештеңе білмейді, өйткені оларда ақша табу туралы мүлде білім жоқ, және оларда бизнесте жол көрсете алатын нағыз жемісті шеберлер де жоқ. Жақсы, сіз мынау туралы ойладыңыз ба? Ұрпақтан ұрпаққа сізге келгенге дейін бір бай болған ұрпақ жоқ па? Неліктен жүздеген, мыңдаған жылдар өтсе де, гендерің жалғасады, байлығы жалғаспайды. Дұрыс па? Ата-анаңның ата-анасының, ата-анаңның әке-шешесінің ата-анасы, әр ұрпақтың өз үйі бар делік, олар дүниеден өткенде сол үй келесі ұрпаққа мұрагер болады. Логикалық тұрғыдан айтқанда, сізде көп үй болуы керек еді. Неліктен қазір көпшіліктің үй алуға шамасы жоқ? Бірақ еврей байлығы ұрпақтан ұрпаққа қарды домалатып жинаған сияқты, үздіксіз жинала береді. Жауабы еврейлердің отбасылық меншікті құруында жатыр. Мен айтқаннан кейін әсірелеп кетті деп ойлайсыз. Бірақ еврейлердің ата-бабалары өте керемет ережелер жиынтығын белгілеген. Егер сізде еврей қаны болса, сіз оны сөзсіз ұстануыңыз керек болады. Осы күнге дейін көп жылдар өтсе де, еврейлер оны әлі де сақтап келеді. Осыған орай, бір ұрпағың бай болса, бүкіл әулетің жоқшылық көрмейді. Әулетіңіз дегеннің ішіне, сенің немере ағаң да, немере ағаңның бауыры да, немере ағаңның ұлы да сенің әулетіңнің мүшелері болып саналады. Сол үшін оларда жоқшылық көрмейді. Бір мысал келтірейін. Отбасымда 3 ағайындымыз, ағам, әпкем және мен. Нәтижесінде мен табысқа жетіп, миллиардтаған байлық қалдырдым. Дәстүрлі ойлау бойынша, менің ұлым табысқа ұмтыла ма, жоқ па? Күнде барға барса да, оқымаса да, тек ақша жұмсап, ақша таппаса да, менің қолымнан ештеңе келмейді. Мен тек байлықты оған өткіземін. Дұрыс па? Ал жиенім менің ақшамды 100 есеге көбейте алса да, қанша құдіретті болса да, сонда да мен оған өз мүлкімді бере алмаймын, солай ма? Өйткені турасын айтсам, менімен туысқан болса да, ол маған жақын емес. Осының арқасында менің ұлым үшін, ол дүние келген сәттен бастап, ешқандай күш жұмсамай, шексіз ақшаға ие болады. Негізі бұл өте орынды. Әкем маған бірнеше 100 миллион доллар берсе, онда мен көп жұмыс істеуімнің керегіне, дұрыс па? Бірақ еврейлердің қалай істегенін білесіз бе? Мысалы мен евреймін, ал ағам ақша таба алмайды делік, бірақ мен көп ақша таптым. Сонда менің отбасымдағы барлық ер адамдар менің байлығымды иеленуге мүмкіндігі болады. Еврейлердің ұрпақ тәрбиелеу әдісі сонша, мен қанша бай болсам да, бала менен жайдан жай ақша сұрай алмай, менің үйімде жұмыс істеу кестелері болады. Мысалы, ұлым үй жұмысына көмектеседі, бала қарайды және иттерді алып шығып сейілетеді, немесе үйді, бақшаны жөндеу қатарлы жұмыстары бар. Егер ол осы жұмыстарды істесе, мен оның еңбегіне қарай ғана ақша беремін. Сондықтан оның бала кезінен ақша табу үшін жұмыс жасау деген ұғымы болады, және қара күшпен ақша табудың ең қиын жолы екенін түсінеді. Және оған біздің еврей дәстүріміз бизнеспен айналысу екенін айтамыз. Тек бизнеспен айналысу арқылы біз басқалардың құлы болғаннан құтылып, содан кейін басқаларды құл қыламыз.
Сосын 18 жаста есейгенде бірден үйден шығарып жібереміз. Біздің отбасымыз қанша бай болса да, бос бөлмелер көп болса да, оған тұруға рұқсат етпейміз. Сыртқа кетіп, өз бетінше өмір сүру керек. Бірақ үйінде тұрғын келсе, тек базар бағасына қарай жалдау ақысын төлесе болғаны. Мен бұл ұлымды 10 жылға қуып жіберемін. Қалағаныңды істей аласың, еркін өсесің, еңбек етемін десең жұмыс істейсің, кәсібіңді ашам десең де болады. Тіпті үйіңнен қарызға ақша ала аласың, бірақ мен қарызды сенімен банктың пайызына қарай есептеймін. Сонда менің 5 балам болса, ағамның 3 баласы болса, осы 8 баланы қуып жіберсе, 10 жылда кім жақсы болады, кім болмайды? Сол кезде біз үшін бұл бір қарағанда түсінікті болады. Солай емес пе? Сонда осы 8 баланың арасынан кімнің дәулеті жақсы болса, сол бала менің және ағамның мал мүлкін, бүкіл отбасының мүлкін сол бір адамға мұра етеміз. Сосын бүкіл әулеттің байлығын сол басқарады. Ал қалған балалар сені аштан өлтірмейді. Көп болса саған көмек ретінде көлік, үй алып береді. Жұмысың жоқ болса компанияға жұмысқа орналастырып береді. Жақсы істемесең бәрібір жұмыстан шығарып жібереді. Егер балаларды осы әдіс бойынша тәрбиелесе, 8 баланың не бизнеспен, не инвестициямен айналысатынын, ең нашар болғанның өзі кәсіби маман болатынын көресіз. Осы 8 бала өмірге келгеннен бастап, өлгенше еңбек етуді үйреніп келеді. Егер кім жақсы жұмыс істеп, жақсы нәтиже шығарып дәулеті көп болса, сол барлық мүлікті тікелей иеленеді. Бәсекелестік болса, мотивация болады. Түптеп келгенде, 8 баланың әрқайсысының тапқан ақшасы менің төл мүлкімнен көп болуы мүмкін. Қазір оларға менің мүлкімді мұрагер етудің өзі қатты қызықтырмайды. Ендеше, ақырында ағамның бір ұлы жеңіп, бар байлығым соған берілді делік. Алайда оның ұлының ұлы үмітті ақтамаса, керісінше менің ұлымның ұлы мықты болып шықса, сонда бүкіл әулетіміздің байлығы қайтадан менің ұрпағыма қайта оралады. Қарапайым тілмен айтсақ, еврейлер отбасын бөлмейді. Бүкіл әулеттің байлығы бірге, мүлікті мұрагерлікке алғысы келетін әрбір адамның іс жүзінде ақша табуға мүмкіндігі мен ресурстары бар. Осыған байланысты олардың бүкіл әулеттің барлық аспектілері жоғары деңгейлі және кәсіби таланттар болады. Бұл адамдар бір-бірімен жұдырықтай жұмылып, береке бірлікті болған соң, олардың байлығы тез жиналады және ол мәңгілікке жалғаса береді. Көп адамның кедей болуының себебі бала кезден алған білімі миын кедей адам етіп қалыптастырады. Еврейлер ақша табуды бала кезінен қадет қылып үйренген. Сондықтан олар үшін ақша табу тыныс алумен бірдей маңызды. Бұл олардың денесінің тума қабілеті сияқты болып қалған. Ал біз болсақ ақша табуды міндеттенеміз. Еврейдің атақты қаржыгері Морган туралы бәрі естіген. Ол бір кезде былай деді: мен не қаласам, соны ақшаға ала аламын, бірақ мені басқалар қалаған сәнді көліктер, картиналар мен зәулім үйлер таңғалдырмайды да қызықтырмайды. Бірақ ақша табу барысындағы үнемі қиындықтармен арпалысу, мен үшін алып айтқанда солар қызығырақ болады. Мен ақшаны қаламаймын, бірақ мен ақша табуды ұнатамын. Ақшаның қалай ағып жатқанын көру ғана мағыналы. Неліктен сіз үшін ақша табу азапты, бірақ олар үшін соншалықты бақытты? Себебі сіз ақша табу дегенді дұрыс түсінбедіңіз. Олар үшін ақша табу басқаларға жұмыс істеу емес, бизнес бастау. Менің айтайын дегенім, Алла тағала барлық адамдарды тең қылып жаратқан. Өз өміріңізді өзгерту үшін тек қана жан-жақтылы құлшыныс керек. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.